кеудені керней, жүректерді елітіп, тіпті кейде егілтіп шыққан тылсымын ұрғағымен, жан дүниеңді небір нәзік көңілмен әлделеген, қара домбыра сазына бұл дүниеде не тең келер. Сонау Құрманғазы, Дина, Абыл, есір күйлеріндегі ұлттық сарынды, көш шекке тән қоңырынды жоғалтпай, тыңдаушысын халықтық дәстүрде бауырған, дүлдүл домбырашылармен бірге ғұмыр кешкен біз қандай бақыттымыз. Маңғаз Маңғыстауды ғана емес, күллі қазақты өмір бойы қара домбыра шанағынан төгілген, сұлу сазбен әлдилеген, әзиз жүректі күй шеберлерінің бірегейі, Сержан Ысқақұлы Шакрат, ұлт мақтанышына айналған тұлға. Ол домбырадағы халықтық күй дәстүрін жалғастырып келе жатырған, Маңғыстаудағы халықтық музыка өнерінің туыстаушысы, өз заманасының сұңғылалары атанған Алым Жаңбыршин, Шамғұл Ибраимов, Мұрат Өскенбаев сынды домбырашылардың лайықты шәкірті атана жүріп, Маңғыстау күй мектебінің бүгінгі дәуірлеуін шет елдерге танытып жүрген майталман. Сержан Ысқақұлы 1939 жылы Маңғыстау облысында дүниеге келген. 1961 жылы Қазақтың мемлекеттік университетінің журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ол халық сазгерлері Абыл, Есір, Еспай, Өскенбай, Құлшар, Қартбай, Мұрат, Алым шығармаларын нақышына келтіре орындаумен қатар, Ақсақ Құлан Жошқан, Наридірген, Үш ананың айтысы, Құлшардың кемпір мен қызбен тартысы, Есірдің қиуа сапары атты топтама күйлердің тарихын тамылжыта айта отырумен қатар, шебер орындаушысы ретінде де көпке танылып. Ол сондай-ақ Маңғыстаудың ежелгі жыр термелерін, шынайы адай әуендерінің 20 нұсқасын домбырада мәнерлі орындаушы өрлі өнерпаз. Сәби кезімден бастап домбыраға ынтық болыппын. Есімді білгенде домбыраны ұстағаным 5 жасымда. Ол кезде соғыстың кезі үйдегі үлкен кісілер, әкем де, атам да, ағам да армияға кеткен майданда. Сол кезде жаңағы үлкен кісілердің қара домбырасы жарда ілулі тұратын. Сонымен алып бер деп ынтығып соған. Сосын домбыраны маған алып берген. Мен домбыраның бұрауын түсіре алмаймын ғой, 5 жасымда. Соған жаңағы апаларыма алып түсіріп бер деймін. Олар да жаңағы енді Кінәз апам деген Кінәз дейтін кісі түсіріп береді. Кейде үйге қонақтар келеді, қонақтарға түсіртіп аламын. Сөйтіп сол домбыраны өзімнің бір сәбилік елден естіген жаңағы әуендерімді жайлап тыңқытып тартатын көрінемін. Содан енді Құдайға шүкір жаңағы кісілердің бәрі де армиядан аман оралды. Содан жаңағы ағам Алым Жаңбыршин дейтін кісі, бұл енді бүткіл осы елге белгілі, Маңғыстауға белгілі жүйрік домбырашы еді. Мен сол кісінің ықпалыменен, сол кісінің жаңағы үйретуіменен, сол кісінің тәлім тәрбиесіменен мен домбыра тарта бастадым. Содан кейін енді бері керек ержете келгенде үлкен домбырашыларды көрдік. Мұрат Өскенбаев дейтін кісіні, Шамғұл Ибраимов деген кісілерді көріп, домбыраны үйрендім ғой. Ең бірінші жаңағы бала күнімде тартқан күйім бұл кеңес деген күй. Сосын бір әндердің әуендері жаңағы Комсомол деген ән болды. Комсомол. Комсомолдар қаһарман, Ленин бабам жол салған деп бастайтын, соны тартатын біз. Содан кейін жалпы Маңғыстаудың күйлерін үйреніп, жайлап, береке есейе келе сөйтіп тартып кеттік қой енді. Мың 1985 жылы Ленинград этнографиялық институтының шақыруымен Черкасов атындағы театр, кино, музыка институтында лекция концерттер берді. 1987 жылы Самарқандта өткен музыка симпозиумына қатынасып, концерт в Регистане атты күйтабаққа шығармалар енгізілді.
Ол дала саздары халықаралық дәстүрлі музыка фестиваліне жыл сайын қатынасып жүрген белді аспапшылардың бірі. Қазақтың домбыра үнінен сұлулықтың сазын сауған кемеңгер күйші Азия дауысы халықаралық конкурсында Мәскеуде өткен халық шығармашылығы фестивалінің екінші концертінде, Киевте өткен екінші халықаралық фольклор фестивалінде қазақ ұлтының ұлы аспабының мәртебесін тағы бір мәрте аспандатты. Топқа салсаң түргізған Сержан Шакрат екі мәрте күй керуен фестивалына қатынасып, алтын домбыра, алтын қобыз сыйлықтарын, мәңгілік сарын күй мерекесіне қатынасып, дәулескер атағын иеленді. Маңғыстау облыстық филармониясының Ақжарма фольклорлық этнографиялық ансамблінің домбырашысы бола жүріп, Түркия, Франция елдерінде болса, түрлі конкурстар аясында Францияда үш рет, Америкада, Италияда, Швейцарияда, Бельгияда, Испанияда, тмд мемлекеттерінде қара домбырасын құйқылжыта өнер көрсету бақытына ие болды. Ақтаудағы қазақ өнер мектебінде оқытушы бола жүріп, шәкірт тәрбиесімен айналысумен қатар, Маңғыстау өнер колледжінде Маңғыстау саздары класын, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы мен Астана музыка академиясында мастер-класстарын жүргізіп, жас күйшілердің санасын ұлттық музыка өнерінің құдіретімен сусындатты. Шакраттың қатынасуымен Маңғыстау облыстық телеарнасында Маңғыстау мақамдары, ауыл айтқыштары, күй үйрету секциялары хабарлары үздіксіз көрсетіліп, жас таланттардың болашағына халықтық өнер дәні себілді. Сержан Шакрат ел халқына ысқақшы қаламгер ретінде де кеңінен танымал тұлға. Оның қаламынан туындаған көптеген әзіл сықақ әңгімелері республикалық баспасөз беттерінде жарияланса, бір бөлек әзілдері тамаша телевизиялық ойын-сауық бағдарламасының көркін ашты. Осы жанрға арналған екі бөлімді Маңғыстау күлкісі, күте тұрыңыз, езуде күлкі ойнасын жинақтары дүниеге келді. Қанатына су тигізбеген дәулескер күйші өнері жайлы Сержан Шакрат күй тартады телефильмі түсірілсе, кәсіпқой күйші «Прикосновение» фильмінің басты кейіпкеріне айналды. 2008 жылы ел продюсерлік орталығы төкпе күй шебері туралы телағыз фильмін түсірді. Сержан Шакрат орындауындағы күйлерден Маңғыстау күйлері атты үлкен күйтабақ, Ақжарма, Мұра домбыра, дәулескерлік дәстүр атты дискілер топтамасы шығарылды. Менің ойымша, қазіргі жастар қаншама олар кәдімгі виртуоздыққа жетіп, соған жақсы тартамыз деп жүргенменен, бұлар баяғы дүлдүл ақсақалдардың деңгейіне жетелмейді деп ойлаймын мен. Олардың сазы, олардың кәдімгі керемет бір баппенен, қоңыр үнменен домбыра тартуы ерекше болған. Күй ғой бұл қоштастырған қимасымен, күй ғой бұл достастырған сыйласымен, көлбеңдеп көз алдыңа келе қалар, Қазанғап, Құрманғазы динасымен. Қош шектен төгіліп, түнерген дүниенің түндігінен күн сәулесін төгілдірген қайран қазақ күйлері. Сол құдіреттің пернесін дөп басып, тылсым дүниенің тілімен сөйлестірген домбырашыларға қандай теңеу айтса да жарасқандай. Кербез көрік, бөгелек, көріғылы, теріс қақпай, жаңылтпаш сынды күйлерді құлпырта орындайтын батыс аймақтағы күйшілер көшін бастаған өкілі домбырашы бұл күндері Маңғыстау күйлерін жинақтап, бір жүйеге келтіру бағытында да үлкен ізденістерге толы істермен айналысуда. Талантты тұлғалардың 8 қырлы серісі 1995 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері, 1999 жылы Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның құрметті профессоры атақтарын иеленді.
Бұл күндері дүл домбырашының кеудесінде бірнеше мемлекеттік медалдармен қатар Қазақстан Республикасының құрмет ордені жарқырап тұр. Елімен бірге есейген өнердің талантты қайраткері, Ақтау қаласы мен Маңғыстау облысының құрметті азаматы. Сермей тартқан семсер күйдің серісі деп, ұлт ғұламасы Әбіш Кекілбаевтың алдынан баға алған Сержан Ысқақұлына деген өнер сүйер қауым ықыласы уақыт көшмен бірге асқақтап, көз талдырар шыңдардай биіктеп барады. Күй атасы Құрманғазының 362 әулиелі Маңғыстау аймағындағы көрікті көзіне айналған мұрагері, серпер соққысы теңізді дауылдатқан күй қағаны кемесі, күзгі жапырақтар сыбдырына бөленген Ақжайық жағасына келіп тоқтады.